қосылды. Нұргезетте мынадай материал жазып жатқан шығар. 5-ші рет шақырылған Казфорумның жиынында ұлттық кеңестің мүшесі Өркен Кенжебек индийский музыкаға министр Бағдат Мусиннің алдында ерсығылық жасады, жаға ұстатты, не болып кетті деп. Шок, Қайрат Нұртас, +18, Любовь, Катята деген хэштегтермен. Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Мен аяулы достарым, менің қадірменді жауларым. Бұлай амандасуға болмай ма? Нежерде Бауыржан Карифов деген мен ежелгі жауым бар. Қайда отыр? Қанша жыл біздің Фейсбуктағы жаулығымызға? Таптамаша, даже достарымыздың өзі қызғатындай әп-әдемі жаулық. Неге тек достарға амандасу керек? Құрметті жауларым және достарым. Мен не айтайын дедім? Мен аты жөнім Өркен Кенжебек, расымен де мен таныстыру керек, по идее, сол үшін өзім таныстырып жатырмын. Жасым 36-да, әзірге бір әйелім бар, кредит алған жоқпын. Бірақ вакцина алдым, спутник 2 доза. 13 жылдан бері, міне соңғы 13 жылдан бері қазақ журналистикасына күндіз түні қалтқысыз, аянбай, прям күндіз түні жұмыс істеп келе жатырмын. Сол үшін соның нәтижесі, жоқ, жарайды, шапалақ ұрсаңыздар өздеріңіз білесіздер. Соңғы 2 жылдан бері мені тіл жанашыр деп атай бастады, өздеріңіз секілді. Енді жақында ел жанашыр деп атайтын шығар, сіздер секілді. Бірақ өткенде сұраттым, әзірге стажым жетпейді дейді. Түсініп отырсыздар ғой, бұл жерде мен сөзім кішкене самоирония, әлде осы секілді тақырыпта болады. Негізгі бүгін болатын дүние былай болу керек болған. Яғни сценарий бойынша мен мысалы журналистикада жүрдім, 13 жыл орта жолда мен блогер болып өттім. Өркен Кенжебек блогер, журналистиканы тәрк қылдым. Сөйтіп жүрген кезде Өркен Кенжебек қазір кім? Сіздердің алдарыңызда модератор, полу тамада, полу шоумен болу керек. Көріп отырсыздар, жылдан жылға деградация, теңгеміз біздің инфляция, бір-бірімізге шашарымыз тек радиация, бізді қорғайтын конституция. Мәссар, мен қазір хабардан кеткелі осындай сөздер айту кішкене ойнап айтам, бұл Ирина Қайратовна жаңа әннің тексті деп па. Негізі бұдан да керемет сценарий болған, мына жақта мін тұр, сіздерге көрсетіп қойын. Нұрлан Қоянбаевтың өзі шуткалар жазған болатын, бүгін сіздерді күлдіру үшін. Мұрат Әбділдан өзі керемет философиялық толғамдар жазған болатын, сіздерді жылату үшін. Бірақ мен осы сөйлеген үшін $1 ақшелшілі ғой, $1 цент төленбейтіндіктен бұл сценарий сізге де жоқ, бізге де жоқ. Сол үшін сценарийсіз сөйлейтін боламыз, толық импровизация. Қазақ форумына мен қандай қатысым бар? Бұл идея Ерлан Қарин ағамыздың басында жүрген сәттен бастап, осының басындам, то есть Ерлан Қарин ағамыздың басында емес, форумның басқасында жүрдім, бірде модератор болдым, бірде спикер, бірде қатыспадым. То есть любой способпен осы форумның болуына атсалыстым, даже қатыспай, былтыр мысалы. Ал қазақ форумы өкінішке қарай қазір қазақ тілінде онлайн және офлайн медиа өкілдерін басын қосатын жалғыз іс-шара болып қалды. Жылына бір рет, как будто жаңа жыл секілді күтеміз, біреу подарки беретіндей. Және оның өзін қазақтар үшін білесіздер, американецтер ұйымдастырып отыр. Сол үшін де ақш елшілігіне ақштың 46-шы президенті Джозеф Робинет Байден мырзаға, ақсақалымызға және жеңгеміз Камала Харриске алғыс айтамыз. По крайней мере, осы залда отырған ағайындардың атынан. Енді тема қандай? Бірінші секциямыз бізде, тема қандай? 30 жылдағы Қазақстан медиасы мен қоғамы. Яғни маған 66 жыл толған кезде, Құдай өмір берсе, 30 жылдан кейін, Қазақстан қоғамы қалай өзгереді, қоғамның ішінде медиа қалай өзгереді, оның ішінде сіз қалай өзгересіз, неге дайын болу керек, неге еру керек, осы тақырыптарды талқылайтын боламыз. Егер бәрі жақсы болып кетсе, біздің сессиямыз концептуальный, футурологический, Кристофер Ноланның фильміндегі псевдоинтеллектуальный болу қаупі бар. Егер мен шайып, лағып, қуып кетпесем тағы да. Сол үшін, яғни болашаққа болжам айту үшін біз Қазақстандағы ең керемет деген 5 көріпкелді таптық. Енді болашаққа болжам енді, қалай білесін. 5 көріпкел дегеніміз басқасы табылмайды. Ең бірінші шақыруды бастайық. Ең бірінші спикеріміз бұл Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және байқоңырдан ұшатын ракета аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин мырза. Бағдат Мусин мырзаны қазір бұлай жай таныстырса жараспайтын секілді. Қызыл бұрышта Бағдат Мусин және көк бұрышта бүкіл қазақ журналистер деп таныстырғымыз келеді. Өйткені бүкіл соңғы даудамайдан хабарымыз бар, көңіл айтамыз демей қойық. Енді денсаулығыңызды күтіп жүріңіз. Әлі қадая қара зеремай дегесіме жоқ, ойнап айтамын. Екінші спикеріміз бұл кісі жайлы, бұл кісіні қалай таныстырсам болады екен. Бұл кісінің бір жері 2 метр 2 сантиметр.
Бірақ тайский массажға барғаннан кейін 2 сантиметрге ұзарып 2 метр 4 сантиметр болады. То есть даже бұл кісінің мықтылығы сондай, өзінің бойын қысқартып ұзарта алады. Сіздерде ондай қасиет бар ма? Бұл әрине Әлішер Елікбай ағамыз, менің ұстазым. Қазақтың Дос Мұхасаны, қазақтың Фредди Меркьюри, то есть Казнеттің, то есть не айтса болады енді. Суперстар, отырыңыз. Сөз, арғы. Модератор үйреніп қойған ғой бұл кісілер сондай. Бұл орын бермейді, орыс тілдер осы дегесін. Қазақтар тұрғызып қояды дегесін. Үшінші спикеріміз бұл, мен қазір толық айтайын, өйткені бұл кісі өте алыстан келді. Әбу Насыр Мұхаммед, Ибн Мұхаммед, Тархан, Ибн Узлах, Әт-Түрки. Короче, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің деканы, орынбасары, филология ғылымдарының кандидаты Қарлыға Мұсаева ханым. Қарлыға Мұсаева дейді, Қарлыға Мұсаева дейді. Екі транскрипциясы бар, қазір өзі кісі түсіндіреді деген ойдамын. Және төртінші спикеріміз бұл Рауан Кенжеханұлы, ұлттық аударма бюросы, қате айтып қоймайын тағы да, қоғамдық қорын атқарушы директоры. Рауан мырза бір крокодил деген ойын болушы еді ғой, адамды бір нәрсеге теңеу деген секілді. Бұл кісі бір швейцарский сейф секілді, бір түнгі 4-те әйелімен ренжіссенде осы кісіге бір звондап айтқым келіп тұрады. Бір өте сенімді, сырбаз, салқынғанды. Мен ойымша бұл кісіге грипп тисе де бір температурасы 36-6 градустан жоғары көтерілмейтін секілді. Өйткені бір тұрақты адам образы да. Қалай осындай образ жасап аласыз, кейін айтасыз ғой, қай жерден сатып алуға болады. Бесінші спикеріміз, бұл кісіні Ерлан Қарин ағамыз арқылы зорға көндірдік. Ол Дикий Арман дегесін. Жоқ, әрине келген жоқ. Басы 4-ақ спикері болатын. Конечно, Дикий Арман келмейді. Сіздер сол үшін келдіңіздер ма? 4 спикер орында. Сіздер жатырсыздар деген бе? Әрине отырсыздар. Тақырыбымыз белгілі. Ендеше 1 сағат 20 минут уақытымыз басталып кетті. Сұрақ жауап соңында болады. Тек соңында. Егер үлгермесеңіздер, білесіздер, адамның бойында 9 тесік бар. Кешіріңіздер, не айтып кеттім. Бұл залдан шығатын 2 есік бар. То есть өздеріңіз білесіздер, то есть совсем үлгермесеңіздер де бұл кісілер ұшып кетпейді, әулие деңгейіне әлі жеткен жоқ. Сондықтан үлгерсеңіздер қоя аласыздар, үлгермесеңіздер біз сессиямызды бастап кетеміз. Ендеше отырайын. Бірінші сұрағымыз Бағдат Мусин мырзаға. Бұл кісіге министр болмаса да қойылатын сұрақ еді. Қазір әлемді көріп отырсыздар, метавселенный дейді. Өзі қазір қиын жағдай болып кетті ғой. Екі түйе сүйкенсе ортасына шыбын өледі деген секілді. Илон Маск әлемді былай форматтаймын дейді. Цукерберг әлемді былай форматтаймын дейді. Бейшара қазақ айтыр, екеуінің ортасына алақ-жалақ өтіп отырмыз. Қайсысы форматтайды, қайсысы бізді алады деген секілді. Сондықтан да сұрақ мына тақырып біздің темамызға қатысты. Болашақта болатын өзгерістерге Қазақстанның сіз басқарып отырған саласы, цифровизация, ақпараттандыру, анау-мынау, соның барлығы дайын ба? Былайша айтқан кезде алдағы болатын технологиялық өзгерістерге, пандемия көп жағдайдың бетін ашты, ашпады. Сіз басқарып отырған сала қаншалықты дайын қазіргі дүниемен бағамдаған кезде? Бағдат мырза, ал сөз сізде. 5 минут, 7 минут. Рахмет. Мен енді сұрағыңызға жауап берейін, бірақ мынау енді осы панельдік сессияға дайындалғаным бар кішкене. Бір өлең шумағын оқысам деген оймен. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Бұл енді авторын білетін шығарсыздар. Қалай ойлайсыздар, кім авторы? Ыбырай Алтынсарин, дұрыс айтасыздар, біздің ұстазымыз, ағартушы Ыбырай Алтынсариннің сөздері. Бұны не үшін оқыдым? Енді сөздеріне қараңызшы. Көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды дейді. Бұл 1800 жылдар 2 ғасыр бұрын жазылған нәрсе бүгінгі технологияларды сипаттаған. Ол енді футуристік бір қасиет болу керек. Бүгін міне біз айтып жатырмыз, Митио Каку дейді, тағы да басқа мынау Рэй Курцвелл дейді. Сондай бір футуристтерге жүгінеміз ғой көбінесе. Олар не дейді, олар болашақты болжайды. Бірақ біздің қазақтардың арасында да солай ұлы дана адамдарымыз болған. Ол болашақты қалай болжап, ол технологиялардың пайда болуын қайдан білген негізде? Соны айтарым, енді сол фантастика болатынын, солай осы жерде 1 секундта WhatsApp бола ма, Facebook бола ма, солай ақпаратты алмасудың тәсілдерін о кездері болжап кеткен біздің
ұлы даналарымыз болған. Сондықтан біздің арамыздан да сол Рэй Крюцвилл, Митио Каку сияқты адамдар шықса дейміз бүгінгі таңда. Енді ол жаңағы бүгінгі енді қалай дайын ба, дайын емес па деген сұрақты мен басқаша аударғым келеді. Жалпы дайын болу үшін не жасау керекпіз? Енді оның осы өлеңнің жалпы басқа шумағы бар. Қатарың кеттау алысқай, ұмтылыңыз қалыспай деген. Енді мынау цифрлық дәуір деп жатырмыз. Бұрын ақпараттық дәуір деуші едік, 10 жыл бұрын, қазір цифрлық дәуірге айналды. Пандемия көрсетті, ақпараттық дәуір емес, цифрлық дәуір екен. Оны мынау елбасымыздың арқасында цифрлық Қазақстанды бастадық, электрондық үкімет басталды, сосын цифрлық Қазақстан деген бағдарлама жасалды. Сол бағдарламаның арқасында қазіргі міне цифрландыру біраз енді бейімделдік. Шын айтқанда электрондық үкіметіміз бар. Мемлекеттік қызметтерді онлайн түрде ала аламыз. Бірақ оны әрі қарай дамыту үшін не қажет? Енді жалпы ол цифрлық дәуірге бейімделу үшін қандай бір жаңалықтар енгізу қажет деген сұраққа жауап бергім келеді. Ол мен ойлаймын, бұрынғы кездерде электрондық үкімет басталған кездерде біз автоматтандырумен жүрдік. Автоматтандыру дегеніміз бүгінгі күнгі процестерді қалай IT саласын екпінін пайдаланып, жаңа автоматтандырылуын көз алдымызға елестете білгенбіз. Сондықтан электрондық үкімет, электрондық онлайн қызметтер пайда болды. Ал цифрлық трансформация дегеніміз, ол міне қазіргі дәуіргі мәселе сол цифрлық трансформациядан өте аламыз ба, өте алмаймыз ба? Оны көзіміздің алдымызда елестетсек, жаңа бүгінгі таңда болып жатқан халық санағы бар ғой. Ол халық санағы. Оны автоматтандыру бүгінгі таңда онлайн сұрақ жауап алу. Дұрыс па? Сұрақ қою, онлайн сұрақ қою, сұрақтарға онлайн жауап алу. Ол автоматтандырдық ол процесті. Ал цифрлық трансформация дегеніміз, ол мүлдем санақты өткізбеу үшін не жасау керек? Оны басқа мүлдем технологияларды пайдаланып, цифрлық санақты өткізбеуге болушы еді ғой деген бір сұрақ пайда болады. Соны өткізбеу үшін базаларды қалай тиімділігін арттыру, өзектендіру, мынау актуалды ақпаратты қалай алу, сол мәселелерді қазір қозғап жатырмыз. Сол цифрлық трансформациядан мемлекетіміз өту керек. Цифрлық трансформацияны өткізу үшін не қажет бізге? Бізге адами қабілеттік қажет. Адами ресурстар қажет. Бүгінгі таңда енді Саясат Нұрбек деген енді бауырымыз бар, оған рахмет. Мынау жаңа мамандықтардың атласын жасап бітті. Ол дегеніміз не? Әрбір мамандық, әрбір специализация дейді ғой, әрбір специализацияға IT қабілеттілігін қосу керек. Мұнайшы болса да, слесарь болса да, сантехник болса да, мынау 30 жылдық горизонт дейміз ғой, соған әрі қарай көзіміздің алдында елестетсек, слесарьдер де ауысады, сантехниктер де ауысады, басқалар да ауысады, СТОшниктер ауысады. Өйткені автономды көлікпен пайдаланамыз, жүргізушілер болмайды, слесарьдің орнына басқа біреулер болады. Оларға мамандықтар 30 жылдық төңіректе жаңа бір мамандықтарға бейімделу үшін қазіргі таңдағы білім беру жүйесін толыққанды IT-мен, әрбір мамандықты IT-мен ықпалдастыру керек. Өйткені база қалай жұмыс істейді, датчиктер қалай жұмыс істейді, оны бәрін білмесе, ол қалай келешекте жұмыс істейді. Сондықтан мен ойлаймын, мынау жалпы біз бейімделу керекпіз, ықпалдасу керекпіз, қатарымыздан қалып қалмас үшін осы енді 2-3 мәселені қозғау керекпіз. Сосын енді былай айта кетейін, қазіргі міне осыған келер бұрын біз мынау қазақ тілін технологиялармен ықпалдастыру мәселесін, жалпы қазақ тілі біздің қолымызда, дұрыс па? Ол басқа ұлттарға қажет емес. Оны технологиялармен ықпалдастыру, бейімдету, және мынау жаңа технологиялардың, жасанды интеллект дейміз, мынау augmented reality дейміз, сол технологияларда қазақ тілдің пайда болуы тек қана біздің қолымызда. Сондықтан бүгінгі таңда мынау 1 сағат бұрын біз сол сайыс өткіздік. Қазақ тілді стартаптардың көмектесу үшін, қазақ тілді стартаптарға көмектесу үшін оларға жаңағы жеке бір мән беріп, жаңағы оларға саппорт ретінде, поддержка ретінде сол сайыс өткізіп,
бүгінгі панельдік сессияның соңына қарай сол жүлделерімізді бергіміз келеді. Ол қазақ тілінің дамуы, қалып қалмауы, технологиялық тіл емес деген бір стереотип қалыптасып кетті ғой. Сол стереотипті бұзу үшін жалпы қазақ тілін және технологияларды бір-бірімен ықпалдастырып, бір-біріне танымал болу үшін сол жұмыстарды жасап жатқан мына жерде стартаптар отыр. Мынау жасанды интеллект деп жатырмыз, басқа да технологияларды пайдаланып, осы қазақ тілін дамыту мәселесін қозғап жатқандарға сол стартаптардың алдында басымды игім келеді. Өйткені олар жалпы сөйлемей-ақ, іштеме жазбай-ақ өздерінің ісімен қазақ тілінің дамуына, болашағына үлесін қосып жатыр. Рахмет. Бадат мырза, соны болмай қалу мүмкін дейді. Сізден әлде уақытты негізім. Сол үшін қазір марапаттап жіберуге мүмкіндік бар ма? Үш адам ба қанша? Әрине, мен ойлаймын, мұнда Астана Хабтың өкілін жерге жіберсе, танат. Жүгіріп деген секілді. Қалай болады онда? Грамотасы, несі? Әкеле беріңіз. Бірінші орынға 2 миллион теңге, екінші орынға қанша еді? 1 миллион теңге, және үшінші орынға 500 мың теңге даярлап қойғанбыз Астана Хабтың атынан. Бірақ енді осы жерде Рауан мырза қосылып айтатын сөзі бар. Жаңағы біз ақылдасып, кімге жүлде береміз деген кезде, ақылдасқан кезде Рауан мырза өзі айтты, бірінші 5 орынға болсын, тағы да 1 миллион қосып берем, үшінші орын, үш жігітте болсын, үш стартапта болсын, солай қосып берді. Сондықтан 5 орынға жаңа бүгінгі жүлделі приздарымыз бар. Енді айтыңыз, жариялаңыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Біз осы форум аясында Қазстартап Батл деген сайыс өткіздік IT стартаптар арасында. Және де үшінші орын иегері атанған бұл On Moms жобасы. Ортаға шақырамыз, 500 мың иегері. Дуғол шапалақтарыңыз, On Moms болашақ аналарға арналған әзірлеме жасайтын жоба. Келесі жоба екінші орын иегері JO.kz командасы. Ортаға шақырамыз, 1 миллион иегері. Алишер Итбаевпен сразу интеграцияға байланысты ойыңыздар. Рахмет. Және де бірінші орын иегері Қазстартап Батл сайысының жеңімпазы Кюлан командасы 2 миллион иегері. Ортаға шақырамыз. Сәттілік тілейміз. Және де 4-5 орын иегері Рауан ағамыздың арнайы дайындаған сондай сыйы 500 мыңмен TED Project. Ортаға шақырамыз, сіздерді де бақытжан құттықтаймыз. Сізде памятное фото дейді. Бұл да үшінші орын, дұрыс, бұл да үшінші орын. Және де тағы да үшінші орын иегері деп атауға болады Speech Lab командасы. Көптен көп рахмет сіздерге жасап жатқан жұмыстарыңыз үшін. Дуғол шапалақтарыңыз еліміздің. Рахмет. Жақсы, оқасы жоқ, болашақ бүгінден басталады дейміз. Сол үшін бүгін жасалып жатқан істер енді 30 жылда берекесін берсін дейміз. Бадат мырза, сізге бір жай адам ретінде сұрақ. Қазір енді өткенде Марлон Сейсенбай ағамыз өте қорқынышты пост жазды. Метавселенная келді. Болды, адамдар енді 3 типқа бөлінеді дейді. Бітті. Контенттің түпкі иелері болады. Цукерберг, Илон Маск секілді түпкі, яғни қожайындары бүкіл әлемдегіші.
Екінші типі болады, яғни контентті өндірушілер, иә, жаңа вайн түсіресіз бе, пост жазасыз ба, білмедім ғой, енді Ирина Каратын секілді өлең шығарасыз ба. Үшінші типі болады, бұл сіз жай ғана тұтынушысыз. Мен баяғыда да айтатынмын, сен әлде приемник, әлде передатчиксің деп, әлеуметтік желіде. Не сен пікір таратасың, не пікір қабылдайсың деп. Қазір Маруан ағамыз енді оны үшке бөліп тастады. Контенттің қожайындары, контенттің өндірушілер, контентті тұтынушылар. Осы қорқынышты әлемде алдағы. Біз контентті тек тұтынушылар болып қалмас үшін не істеуіміз керек? Яғни контент өндірушілер жерде отыр, мысалы потенциальный журналистер, жартылай блогерлер, қыртынбайлар деген секілді. Жоқ, енді әркім кім өзін қалай сезінеді, білмейміз ғой, өзін қалай сезінетінін. Өйтіп әспеттемей қояйық. Мысалы, мен өзімді қыртынбай блогер деп санаймын. Алда контент өндірушілерден болу үшін жаңағы прогноз қойылып отырған қандай сапада болуымыз керек? Қазір қандай навыктар, қандай машықтарды игеруіміз керек? Мен ойлаймын, қараңыз, бұл жақсы сұрақ, бірақ қазақ тілді қауымдастыққа қазақ тілді контентті байытатын тек қана қазақ адамдары ғой. Сондықтан енді қазақтың ішінен осындай платформа жасап, қазақ тілді контентті жаңағы шығаратын біздер, сіздер, енді пайдаланушылар да біздер де сіздерміз. Сондықтан мен ойлаймын, біз қазақ тілді контентті ойланайықшы. Өйткені қазақ тілді контент кішкене азырақ болып тұр. Сонымен тағы бір идеямды айтып кетейін. Осы идеямен 10 жыл болды жүрмін. Мынау жалпы енді 90-шы жылдары болған кезде мынау орыс тілді контентте аз болды ғой. Бірақ Голливудтың фильмдерін орыс тіліне қалай аударылды білесіздер ғой? Мынау былай мұрын жауып қойып, сондай бір Сильвестр Сталлонелар солай аударып бізге берді ғой. Сондай бір мындай неше түрлі контент болсын, сол контентті көбейтсек. Өйткені мынау енді Рауан мырзаның жасап жатқан бұрын вики білім деген қорды ашып, сол Википедия қазақ тілін ықпалдастыру, сол жерде қазақ тілді контент ұлғайту оның қолында болды. Бірақ жалпы осындай переводтарды штамповать етіп ұйып тастасақ, онда мынау оңтүстіктегі, Қызылордадағы жүрген қарапайым қазақтар өзбекше фильмдерді азырақ қарайды, қазақ тілін меңгереді. Сосын қазақ тілді стартаптар бар, жаңа ағылшын тілі, қазақ тілін білетін адамдарға ағылшын тілін қалай үйретеміз деген стартаптар бар. Сол тек қана біздің қолымызда. Сондықтан мен ойлаймын, контент жасаушы, қазақ контентін жасаушы тек қана бізбіз. Сондықтан сол контентті біздің елге, біздің ұлтқа контент дайындаушылар біз, сол қабілеттіліктерді өсіру үшін мен ойлаймын, технология жағынан цифрлы әлемді көбірек енді жаңа айтып кеттім ғой, әрбір маманға енді медиаға цифрландыру не үшін қажет екенін айту оңай. Сондықтан мен ойлаймын, цифрлы дәуірге бейімделіп, жаңағы осы цифрлы құралдарды көбіне қолданса, қазақ тілінің контентін өзімізде байытамыз. Тамаша, егер Фейсбукты ашпасаңыздар, Бағдат Мусин көріп отырсыздар, өмірде қандай таптамаша адам дегісі. Әзіл нерді сценарий бойынша жазып қойыпты, өркен спикерге рахмет айтады. Жеңімпаздарға батасын береді, және диалогты Рауанға бұрады дейді. Сол сценариймен жүрсек, онда Рауан Кенжеханұлы, сізге қойылатын сұрақ түсінікті. Сіз енді Қазақстанда сөйлейтін адам көп, бәріміз сөздің қатарын толықтырып жүрміз. Қазақ тілі ең пайдалы десе, бөркіміз қазандай болады. Ойбай Шекспирден Мұхтар Әуезов көп жазған деген секілді, 19.800 сөз деген секілді. Бірақ іспен іс істеп жүрген адамды бір-екі адам болсаңыз Қазақстанда, соның бір Рауан ағамыз, что-то көп мақтап жүрдім, жарайды. Рауан мырза, алдағы болашақта, жақын келешекте, білмеймін, сіздің перспективаңыз қандай? Осы білім беру бағдарламалар, жаңа Бағдат Мусин ағамыз да айтты ғой, болашаққа дайын болу үшін қазіргі білім бағдарламаларын кардинально өзгерту керек, түбегейлі, қазақша айтқан кезде. Осы бағыттағы сіздердің істеп жатқан жұмыстарыңыз және болжамдарыңыз, және ол жердегі қазақ тілінің рөлі, маңызы қандай болмақ? Тамаша сұрақ болды. Сұрақ тамаша. Жауапты да қысқартуға тырысам. Біз енді мысалы 10 жыл бұрын контент жоқ дедік, содан кейін тұтынушыларды өсіруге тырыстық. Орта қалыптастыру керек болды. Қазақ тіліндегі мазмұн тұтынатын. Содан кейін контент жасаған кезде біз барлығымыз біз бұны тіл үшін жасап жатырмыз, қоғам үшін жасап жатырмыз, қазақ үшін жасап жатырмыз деген жағынан келген болатынбыз. Қазір ол орта қалыптасты деуге болады, ол бар. Ол басқа емес, мысалы қазіргі телеком операторлар айтады.
телефон соғып сұрау алатын адамдардың қазір кемінде 65-70% қазақ тілінде ақпарат тұтынатын орта. Сондықтан нарық өзі жағдайды өзгертіп жатыр. Енді ары қарай біз мазмұн құрастырушы, білім саласы болсын, басқа сала болсын, не болмаса сервис құрастырушылар ретінде ол жұмысымызды тіл үшін, қоғам үшін емес, өзіміз үшін жасауға міндеттіміз. Егер біз осы нарықты алып қаламыз, оны дамытамыз, оның көлемін ұлғайтамыз десек, барған сайын осы қызметтерді, осы сервистерді ары қарай, ілгері қарай жүргізуіміз керек. Осының ішінде әрине сөзсіз бірінші үлкен мақсат бұл білім беру саласындағы, білім беру аясындағы қазақ тілінде білім беретін ортаны алып қалып, оны ары қарай өсіру. Өйткені үлкен қауіп қазір білім беру саласындағы бәсеке біз өз ара емес, біз әлеммен бәсекеге түсіп жатырмыз. Орыс тіліндегі, Ресейдегі сервистерді былай қояйық, жалпы дүние жүзіндегі үлкен эдтек деп кәдімгі бөлек индустрияға бөлініп шықты. Қазір осы эдтекте 30 сыңар мүйіз бар, единорог дейміз ғой. Олардың саны жылдан жылға өсіп келе жатыр. Пандемия кезінде бұл сервистер өзінің қажет болса мемлекетпен білім беру үшін күресуге дәрмені бар екендігін көрсетіп дәлелдеді. Сондықтан барған сайын бұлардың күші, қауқары, пәрмені өсе береді. Бірақ бұл бәсекеде біз шында да өзіміздің білім алушылардың ортасын өзге елдерден, өзге тілдерден келген сервистерге ұтылып қалуымыз мүмкін. Осында үлкен қауіп, себебі технология тұрғысынан ондай үлкен ғаламдық сервистердің мүмкіндігі әлде қайда зор. Салатын ақша көп, ресурс көп, мамандардың деңгейі өте жоғары. Сондықтан осында үлкен өте күшті бәсеке келе жатыр. Оны біз қазір көріп жатырмыз. Әрбір оқушыға, әрбір студентке, әрбір ақпарат іздеуші адам үшін күнделікті күрес өрістейін деп отыр. Жаңа біз көрген жобалардың көпшілігі сол эдтек білім беру саласындағы жобалар. Соған өте қатты қуандық. Себебі осы түсінік ортаға келген сияқты. Содан кейін бұның барлығы да коммерциялық негізі бар жобалар. Оны жасап отырған жігіттер мен қыздар есебі бар, түсінігі бар, оны ары қарай кәдімгі коммерциялық жоба ретінде қалай дамытатындығы туралы нақты жоспарлары бар. Сондықтан осыған қарай отырып, мен бұның болашағы бар екендігіне сенемін. Және біз өз тіліміздегі осындай сервистермен осындай мазмұнды дамытып, өз нарығымызды алып қалып, оны ары қарай дамыта аламыз деп ойлаймын. Рахмет. Тамаша. Рауан мырзаның керемет білесіздер жетістігі кезінде қазір көп адам ұмытып қалды. Қазір бір күндік памятпен жүреміз, барлығымыздан ешнәрсені айыптауға болмайды. Қазақша Википедияны толықтыру менің ойымша керемет нәтижесі болды деп ойлаймын. Егер оны біреу қолға алмаса, әлі күнге шейін жүретін еді, мысалы сорлап, болмаса Google Translate-ге де осы кісінің қатысы бар деген секілді. Сондықтан да қазір енді пікірталас барысында әлі де қатысады деген ойдамын. Жалпы көріп отырсыздар, осы соңғы 30 жыл, қазір алдағы 30 жыл талап кеткен, что-то өйтіп 30 жылды өткіздік қой, биыл міне Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы. Осы 30 жылда өз нені байқадыңыздар? Бүкіл адамзат тарихының саналы 5000 жылында қалыптасқан ақпарат таратудың иерархиясы прям быт-шыты шығып, тас-талқаны шығып қирады. Ол қандай? Бұрын ақпарат тараған кезде не болушы еді? Мысалы, патшаның ордасында жарлық шығады, оны жаршы жұма намазда, мысалы бүгін жұма ғой, базарға барып жаршы айтады. Халық сауатсыз ғой, мысалы надан айтады, міне пәлен деп жатыр. Болмаса шіркеуде немесе мешітте имам пәтуа шығарады, сол жоғарыдан төменге қарай жетеді. 5000 жыл бойы осы ақпарат таратудың иерархиясы болды. Соңғы 30 жылда осы быт-шыт шықты. Яғни біз қараңыздаршы, 5000 жылда болмаған өзгеріске 30 жылда болу деген, біз адам ретінде физиологиялық тұрғыда біз өзгере алмай жатырмыз. Яғни бізден бұрын өзгерістер өзгеріп жатыр. Түсіндіре алдым ба, түсіндіре алмадым ба? Сондықтан да қазір қойылатын қазіргі спикер, үшінші спикеріміз, ойбай керісі, мен қазір алдыға что-то кетіп бара жатырмын асығып. Әлішер Елікбай мырза қойылатын ең бірінші сұрақ, негізгі сұрақтан бөлек қандай? Әлішер мырза бағана айтып жатырмыз, қазақ қазнеттің динозавры. Бұл кісінің тұстастары көбісі уже өмірде жоқ, онлайн өмірде, то есть бұл өмірде бар шығар. Бұл кісі бір удивительный живучесть дейді, орысша айтқан кезде бір андай бір нелер болады, бір бактериялар дейміз, суға салсаң да батпайды, отқа салсаң да өртенбейді. 90-шы жылдардан 2000-шы жылдар не бір тренд шығады, перископ шықса перископтың алдында, инстаграм шықса инстаграмның басында деген секілді. Осы трендке ілесу,
осы заманға ілесу, осы нәрсе қай ата бабаңыздан шықты деп па, қай ата бабаңыздан келді. Осы нәрсені қалай үйрендіңіз? Неге сіз Әлішер Елікбаев 30 жылдан бері жаңағы трендтесіз былайша айтқан кезде? Осы сұрақтан бастайықшы, сосын негізгі сұрақ болады. Басынан айтып кетейін, сәлеметсіз бе бәрдеріне, баршаңызға. Құпияңызды ашыңыз. Иә, басында айтқан келгім, мен ит секілдімін, иә, бәрін түсінемін, кейбір кезде жауап бере алмаймын қазақ тілінде. Бірақ өзім үйреніп алған жоқпын оған. Мен оған үйреніп жатырмын әлі. Иә, трендта болу үшін көп уақыт кетіп бара жатқан жоқ менде. Осы Фейсбукта, Инстаграмда менімен бірге, мен жас кезімде өмірге келді ғой соларды. Олар органично менің өміріне кірді. Сондықтан мен трендті болғым келген жоқ. Әлі қазіргі тиктокта бит жасап жүрген жоқпын мен. Қай бір жаңа социальный сеть ашылса, мен о жаққа секіріп бара жатқан жоқпын. Осы ютубқа және 2 ай бұрын ғана кірдім. Әріптестерім 10 жыл сол жақта жұмыс жасап жатыр. Бірнеше жыл бұрын жұмыс жасап жатыр. Сондықтан 30 жылы бұрын осы журналистикада жұмыс бастағанда, мұнда әріптестерім Салтанат отыр, бірге бастаған. Тағы да бір адамдар бар, осында. Сол жақта бастаған кезінде тек репутация туралы ғана ойландық. Сондықтан, сол абырой, қазақша. Сол абырой туралы ғана ойладық, осы жақсы жігіт болайық, шақырғанда келейік, уақытында мақаланы шығарайық, керек кезде рекламада қалай болады. Клиент жақтарын бәрін жақтырып, соны жақсылап жұмыс жасасан, осы қазірге дейін осы маркетте боласың. Сондықтан бәрі сені таниды, таныстырады, шақырады, кездесесің. Сондықтан сол абырой туралы ойласан, осы 30 жылы бұрын, сен 65-те болам дедің, мен 66-та боласың 30 жылдан кейін, мен 70-те боламын. Бірақ қазір адамдар кешірек қартаяды ғой, сондықтан мен сол жақта да осындай конференцияға кіріп, сөйлеп, өз сөзімді айтып келеді. Бірақ осы таңертеңнен кешке дейін трендта болам, қалай шығып қалмайын сол жақтан, неге менен журналистер интервью алмайды деп ойымдасам, ешқашан болмайды ондай. Әлішер Мырза жаңа айтып келген мынадай ғой. Әлішер Мырзаның 2 абзац пост жазғаны 2,5 миллион теңге официальный прайс бойынша. Енді осы жерде отырған среднестатистический қазақ журналистінің айлығы 200 мың теңге деп есептесек, онда қанша? 12 айда алған айлығын ойлап қараңыздаршы. Мен бір ақпарат агенттігін білемін, осы жерде атын айтпай ақ қояйын, өз арамызда журналистер бір күнде 25 материал жазу керек. Ол план да, то есть 25 материал. Венесуэлада вулкан жарылды, Мексикада президенттің басын кесіп тастады деген секілді. Әйтеуір өлсе де тірілсе де 25 материал жазу керек. Күніне 5 күнде сонда қанша материал? Соның үстіне 200 мың теңге алады. 12 айда 2,5 миллион бола ма? Оны мысалы 2 абзац жазып, Әлішер Мырза 2,5 миллион. Честно ма? Не честно дегенсіз ба? Ана кезінде Ақжол партиясын ұсынғандай 1997 жылы ұлттық қордың ақшасын таратып берейік деген секілді Әлішер Мырза гонорарын таратып берсін дегенсіз ба? Ең оңай жолы осы форум барысында қабылданған шешім деп па? Ойнап айтамын. Әлішер Мырза, көріп отырсыздар, абыройға салынған инвестиция ең жақсы инвестиция дейді. Негізгі сұрақ. Бірақ орыс тілінде болды ол. Әлішер Мырза, негізгі сұрақ мына тақырыпқа байланысты. Енді сіз арамыздағы көпті көрген дана адамдардың бір ретінде, ақсақалдың бір ретінде алдағы 30 жылда не болуы мүмкін дегенсіз ба? Жоқ, жарайды, алдағы 5 жылда қазақ медиасы қалай өзгеруі мүмкін? Көріп отырсыз, сіз бұрын мысалы Әлішер Елікбаевты осындай жерде қалайсақ спикер ретінде отыру ол мүмкін емес нәрсе болатын. Оны білмеймін енді, ол бір білмеймін, жаңа Сайлаубек пен бір Мейрамбектің бір сахнада кездесу деген секілді мүлдем екі бөлек әлем ғой былайша айтқан кезде. То есть Әлішер Мырза қазақ тілі кеңістігі, яғни алдағы 5 жылда қазақ медиасы, 10 жылда қазақ медиасы қалай өзгереді және ол жердегі сіздің рөліңіз, ол жердегі біздің рөліміз қандай?
осындай прогнозды беру үшін қорқынышты. Түсініктеп жіберейін. 5 жыл бұрын біз пандемия туралы ештеме білген жоқпыз. 10 жыл бұрын осы Инстаграм болатынды білген жоқпыз. Сондықтан мен өте абайлап жібергенім сол. Осы Насип Талеп деген жазушы бар, ода Қара аққу деген кітабы бар. Сондықтан айтады, біз қаншама прогноз бересек те, бермесек те, бір күні осы қара аққу ұшып келеді, бәрін қиратып, бәрін сындырып жібереді. Сондықтан ертең не болатынын қазір білмейміз. Осы пандемия бізге неменені үйретті? Көбі біздің әке-шешеміз Советский Союзда тұрды ғой енді. Сол Советский Союз қиратып қалғаннан кейін оларда көбінесе өте көп адамдар жаңа осы мемлекеттік жоқ. О том, что мы не могли предположить, огромное количество наших родителей, не смогли вписаться в современные рыночные условия. Да, то есть я это понимаю. И қазір қарасаңыз, осы сендердің де арасында өте көп кісі депрессияда отыр. Это происходит от того, что... Кімге? Депрессияда отырған адамдарға ма? Өте көп адамдар депрессияда, потому что пропал горизонт планирования. То есть люди настолько привыкли, что они могут планировать на 30 лет, на 20 лет. Они знают, что с ними будет дальше. Пандемия изменила это все. Люди понимают, что они не могут прогнозировать даже ближайший год. Они не могут купить путевку на январь следующего года, просто потому что они понимают, что завтра ситуация может резко измениться. И единственный выход, который я сейчас вижу, это не на 30 лет вперед смотреть, да, то есть это пока небольшими горизонтами двигаться. То есть тогда любое происшествие, которое может случиться в их жизни, оно не так сильно собьет их с пути. Потому что в моем окружении выбрались не все. До сих пор еще выбираются при помощи психологов, психотерапевтов. И поэтому я боюсь даже прогнозировать что-то на 5 лет, на 30 лет. Да, тірі болсақ, жақсы болушы еді. Ол өте жақсы болжам. Әлішер мырза тамаша сөйледі, бірақ ішінде өте өрескел қате жерді қандай? Қара аққу деді. То есть білесіздер, қу деген құс бар, ол ақ болса аққу болады, қара болса қара қу болады. Ана бір Фейсбукта осындай комментаторлар болды, бүкіл сөзге мән бермейді, ішінен бір қатені тауып алып, масқара, мына кісіге деген көңілім қалды дегісі жоқ. Сучқа үнілу керек, мағына, мән деген секілді. Қазір көріп отырсаңыздар, өте бағана айтып отырмыз ғой, жаңа негізгі әдемі сторителлинг бастап келатқам Қарлыға әпкеге сөз беруге. Осы 30 жыл емес, негізі соңғы 100 жылда өзгерген тағы бір керемет өзгерістің бірі қандай? Негізі бұл керемет деп айта аламыз ба, айта алмаймыз ба? Бұрын ақпарат тек сауаттыларға ғана тән болатын. Мысалы, сен газет аласың, сен оны оқи аласың, не үшін? Сен өйткені әріп танисың, сен сауаттысың. Мысалы, Қазақ газеті кезінде Ахмет Байтұрсынов шығарған ең керемет кезінде 8000 дана, ең масқара тиражы болды дегенде 13000 дана дейді. Ол кезде қазақтың саны қанша? 6 миллион. Сонда 6 миллион қазақтың 13000-на ғана, енді әрине, предположим, ауылдан ауылға, қолдан қолға ұстады деген өзіне жарайды бір 50 000 адам оқыған шығар. Көрдіңіздер ма? Ақпараттық теңсіздік болатын. Сен 6 миллионсың, саған ақпарат жеткені 50 деген секілді. Кейін бұны не бұзды білесіздер, радио. Радионы сен сауатсыз болсаң да тыңдай аласың ғой. Одан кейін бұны не бұзды? Телевидение. Телевидение сен топасың, адам болсаң да көре аласың ғой. Мультфильм мысалы. Ең ақылы дамыған адам өзі мультфильмді көрсе күледі, мысалы мысықты көрсетсе жүрегінде махаббат оянады деген секілді, мысалы сезімнен жүрді адам өзі. Одан кейін оны тағы ең соңғы бастионын бұзған не? Бұл интернет. Интернет бұл сауатсыз бен сауаттыны, надан мен дүмшені теңестірді. Және осы аланда енді традиционный журналистика, кешіріңіз, мен программистпін, журналистикада оқымағанмын. Дәстүрлі журналистика, дәстүрлі журналистік білім беру алдағы болашақта. Тағы да Әлішер мырза айтпақшы жарайды, 30 жыл демей қойшы, 30 жыл қатты айтып жүрді. 5 жылда, 10 жылда журналистік білім беру қалай өзгереді? Не істеп жатырсыздар? Жақын арада Казгудың журфагында вайнерлік
несі ашылуы мүмкін ба? Факультеті әлде блогерлік, тиктокерлік па? Жақсы бірген қайырлы күн. Әрине, бұл өте жақсы сұрақ. Бұл тек қана бүгін қойылып отырған сұрақ емес. Және бұл сұрақты бір жақты ғана жауап беруге өте қиын. Себебі, өздеріңіз білесіздер, мынау бұқаралық ақпарат құралдары секілді, дәстүрлі білім беруде де, дәстүрлі журналистикадағы секілді көп өзгерістер бар. Осыдан 10 жыл бұрын мен болашақ бағдарламасымен Оклахома штатының мемлекеттік университетіне бардым. Сонда 3 нәрсеге таң қалдым. Бірінші нәрсе, ол Оклахомадағы Стиллуотерден кішкентай ғана қала, онда барлығы жаңағыдай жып-жылы, енді бізбен салыстырғанда енді керемет Шымкент секілді өте жылы аймақ. Бірақ соған қарамастан бір кішкене ғана суық болса, сол күні бүкіл мектептің барлық сабақтарды cancel деп жаңағы тоқтатады да, барлық ата-аналарына, мектептегі және университеттегі студенттерге университеттің почтасы арқылы электронды поштамен ертең сабақ болмайды деген хабарлама жібереді. Және сіздерге берілетін тапсырма мынау деп бүкіл жаңағы берілетін тапсырманы электронды түрде береді. Сонда менде арман болды. Бізде жаңағы өте суық өңірлердегі оқушылар, білесіздер, жаңағы қардың тізеден асқаны қарамастан мектепке келеді. Шіркін-ай, бізде осындай мүмкіндік болса ғой деп. Бірақ осы пандемия өкінішке қарай бір жағынан жақсы дейміз, бір жағынан жаман дейміз. Әрине осы онлайн форматқа көшу жақсы дүниесін алып келді деп айтамын. Себебі бұл онлайн форматқа көшу кезінде осы Курсераның негізін қалаушы Эндрюдің айтуы бойынша мен бүкіл әлемдегі адамзат тегін білім алатын және бірдей деңгейдегі тегін кез келген жерден отырып білім алуға қол жеткізуге мүмкіндік келетін сәттік аңсаймын деген. Сондай, сол жандай мақсатпен Курсераны ашқан. Яғни біздің қазіргі кездегі журналистік білім берудегі дәстүрлі форматтан жаңа онлайн форматқа ауысудағы ең басты мақсат сапалы онлайн немесе қашықтан білім беруге назар аудару. Екінші, бір жақсы дүние бар, бұл өздеріңіз білетін боларсыздар, жоғарғы білім беруде былтырдан бері әрбір университет өзінің жаңағы дипломдарын ұсынатын болды. Мысалы, бұрынғыдай біз министрліктен немесе күтіп отырмаймыз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне жасаған өзінің белгілері бар. ақш-тың немесе Европа елдерінің үлгісіндегідей өзінің жаңағы сертификатын немесе дипломын береді. Міне осы дипломмен бірге не келді дейсіз ғой? Бұл академиялық еркіндік келді. Яғни, жаңа өркен сіз сұрақ қойып отырсыз ғой, болашақ 5 жылда не өзгеру мүмкін деген. Яғни, жаңа Бағдат мырза айтқандай, болашақта біз цифрлық технологияға бейімделген маман даярлау үшін әрбір жоғарғы оқу орнында академиялық еркіндік бар. Яғни, бұрынғыдай біз осыға қарамаймыз, кез келген пәнді енгізгіңіз келсе, енгізе бересіз. Тек міндетті түрде бұдан келіп екінші мәселе шығады, соны оқытатын деңгейдегі маман бар ма деген. Бұл үлкен сауал. Әрине, бұл сұраққа мен бүгін жауап бере алмаймын. Себебі біз, мәселен, қазіргі кезде біздің Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінде дата журналистика пәнін жеке оқу бағдарламасы ретінде аштық, магистрлік бағдарлама. Онда жұмыс істеп жатыр, мұғалімдер сабақ беріп жатыр. Бірақ мен оны, мәселен, жаңағы Стэнфорд университетіндегі ашылған қосымша осы қоғамдық саясатты деректер арқылы оқыту деп аталатын магистрлік оқу бағдарламасымен салыстыра алмаймын. Себебі, өзіңіз білесіздер, ол жерде бірінші көбінесе соны оқытатын маман бар ма деген жаңағы мәселеге сұраққа жауап береді. Екінші, осы тағы қандай жақсы дүние бар деген кезде, қазіргі болашаққа біз жаңа жоспар жасап отырмыз ғой. Болашақта әрине біз көріп келемеспіз, бірақ менің түсінігімде жаңа тағы да шетелдегі тәжірибеге сүйенетін болсақ, екінші бұл бізде назар аударатын бұл ғылымға бейімдеу. Яғни жаңа бізде жақсы дүниені көрсетті ғой, стартап дейміз. Кез келген жастың
өзінің жеке жай ғана проектісінің арқасында соны жүзеге асырып, халыққа пайда тигізе алады. Осыдан бірнеше жыл бұрын мынау бізде жаңағы Нобель сыйлықтарының лауреаттарымен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жыл сайын кездесу өткізеді. Сонда мынандай жақсы дүние болды. Бір Израильдан келген Нобель сыйлығының лауреаты болған екен. Сол кісі кездесу кезінде жаңағы аудиториядан сіздер секілді біреу сұрақ қойды. Айтыңызшы, осы мәселен сіз айттыңыз, кеше бір кездері Ресейде оқыдым дедіңіз, МГУ-ді бітірдім дедіңіз. Тағы да осы бүгінгі таңда сіздің көзқарасыңыз бойынша қазіргі кезде ол кісі ақш-тағы профессор екен. Қандай өзгеріс бар? Кеңестер одағының профессорымен жаңа бүгінгі сіз айтып отырған, біз көріп отырған Нобель сыйлығының лауреаттарының немесе жаңа шетелдік профессордың айырмашылығы неде деді. Сонда ол кісі айтты, сіз енді профессор екенсіз, сізде жалпы қандай еңбектер бар деп. Не қорғадыңыз? Жаңа химиядан қорғаған кісі осындай, не жасадыңыз? Мынандай монография жаздым. Ал сол монографияңыз бойынша қандай да бір осы өндіріске енгізіліп, бізге мемлекетке пайда келді ме? Енді аздап бар, бірақ енді деп кішкене күмілжіп қалды біздің профессорымыз. Яғни содан шығатын қандай қорытынды айтты? Ол мәселен деді, егер шетелдік ғылымды алатын болсақ, қандай да бір, бәлкім сіздің жаңағы монографияңыз 350 бет, ал менің жазған дүнием 35 беттік болуы мүмкін. Бірақ сол 35 бет біздің жаңағы үкіметке 35 миллиард алып келуі мүмкін. Ал 350 беттік еңбек, ол мен бұл жерде біздің ғалымдардың еңбегін жоққа шығарайын деп тұрған жоқпын. Бірақ бізде жалпы болашақта неге бара жатырмыз дегенді айтып отырмын. Яғни кез келген зерттеу, жаңағы жастарды зерттеуге тарту арқылы, соны әрбір жасаған дүниені мемлекеттің немесе елдің пайдасына, жалпы халықтың пайдасына енгізу, халықтың пайдасына жарату деген. Не осыдан келіп, жаңа тағы да сол үшінші айтатын дүние, Страсбург университетінде болдым. Сонда журналистика саласында, өздеріңіз білесіздер, Францияда міндетті емес екен. Бакалавриатты оқу, сіз егер кез келген жаңағы тарихты бітіруіңіз мүмкін, заңгер болуыңыз мүмкін, бірақ журналистика саласында жұмыс істей бересіз. Бірақ бір күн ойланасыз, ой, мен журналист болғым, жаңа нақты кәсіби маман ретінде өзімді ары қарай дамытсам десеңіз, 3 жылдық, жаңа мен барған Страсбург университетіндегі журналистика институты бар. Осы сол институтта 3 жыл магистрлік бағдарламада тек қана жаңағы көбінесе кәсіби мамандық бэкграунд дейді ғой. Осыған дейін журналистикада оқығандар, немесе журналистикада жұмыс істегендер бар екен, солар не үйренеді? Олар сол жерден бір жыл жай ғана қарапайым жалпы теориялық жағынан журналистиканы оқиды да, екінші жылдан бастап радио Франс болсын, Le Monde болсын, басқа да әртүрлі Францияның танымал бұқаралық ақпарат құралдарының тәжірибелі мамандарын алып келіп, солардың жеке шеберлік сыныбымен сабақ өтеді екен. Яғни біздің болашақта үйретеріміз, біздің журналистік білім беруде өзгертеріміз, осы қазіргі кезде осы жерде Назия отыр, Думан, Жасмақов секілді және басқа да барлық тәжірибелі мамандарды журналистік білім беруге тарту маңызды. Сол арқылы, мәселен, Әлішер отыр, кезінде есімде Әлішер бізде 3 жыл екен сабақ бердіңіз, 4 жыл сабақ берді. Ондағы бір қызықты айта кетейін. Ол кезде жаңа оқу жөніндегі орынбасармын. Сонда маған ректораттан хабарласады. Сіздерде ана жерде мұғалім отыр ма, жоқ, студенттер отыр ма дейді. Не болды десек, сөйтсек Әлішер жаңағы сабақты өткен кезде еркін, балалардың барлығын жаңа үстелдердің бәрін домалақ қойып тастаған, сондай еркін форматта өтіп жатыр екен. Бұл енді өте жаңағыдай бізге таңсық болған дүние. Сосын біз айтамыз, жоқ, ол жерде кәдімгідей мастер-класс өтіп жатыр деп. Яғни біз болашақта осындай мастер-класстарды көбейтуіміз керек. Сонда ғана бізде шеберлік нақты, нағыз жаңағы журналистердің ортасын дайындай аламыз. Және бір нәрсені қоса айта кеткім келеді. Осы журналистік бағдарламаларды өзгерткенде мынау цифрлық журналистикаға назар аудару керек. Және медиа сауаттылық.
ең маңызды тақырып бұл медиа сауаттылық. Өздеріңіз біліп отырсыздар, қазір егер біз медиа сауатты болмасақ, ақпараттық сауатты болмасақ, әрине бұл, мысалға 2018-2019 жылдары осы ақш елшілігінің жаңа грантымен біз медиа сауаттылық бойынша үлкен проект жасадық. Сол проекттің негізінде Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы университетте, сосын Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеттерінде, яғни өңірлерде сол бойынша жандай шеберлік сыныптарын өткіздік. Бұл нені білдіреді? Бұл біздің болашақта дайындайтын мамандарымыз жай ғана қарапайым журналист ретінде қоғамдық пікірді, қоғамдық сананы қалыптастырушы ғана емес, сонымен қатар нақты медиа сауатты маман болу керек деген идея болу керек. Қосымша сұрақ сонда, сосын. Сіз кімсіз? Аты жөніңіз? Ойбай, сіз танымай қалдым, кешіріңіз. Иә. Тамаша. Қарлыға ханым, сізге қойылатын сұрақ. Мысалы, журфакта кім оқуы тиіс? Мысалы, маған Әмірхан Балқыбек ағам қайтыс болып кетті. Енді марқұм ағамыз баяғыда балконда темекі шегіп тұрған кезде үйіне барған кезде айтады, ей, дилетант деп, келімсек, гастарбайтер. Біз енді IT-ден келдік қой, программист болып, сол кісі айтатын, сен қазір бір журналистің орнын алып қойдың дейді, сен IT-ден келіп, сен нормальный программист болуың керек, сен келдің да бір журналисттің нанынан айырдың. Бірақ ол бәсеке ғой. То есть айтайын деп отырғаным, журфакқа кім келу керек, және ол оның қандай бәсекелестік қабілеті болу керек, что сырттан келген юрист, мен қаншама достарым бар, журналистіміз бар, Рахат Жақсыбай, картограф, Максим Рожин, вообще еңбек пән мұғалімі деген секілді қазір айта берсем көп енді. Бірақ анау профессионал журналистерден асып кетті ғой былай, кәсіби қабілеттілігін. То есть журфакты оқыған кезде қандай привилегия болу керек? Әлде ол қазақ журналистикасының тарихын жатқа білгендігімен ғана артықшылана ма? Түркістан уәлаятының бір нәрсе 1979 жылы ашылды деген секілді. То есть, в чем его преимущество, мәссар? Қазақша түсінбесең, орысша қосып кетеді осындай кезде. Жақсы, дұрыс айтасыз. Бұл үлкен мәселе, себебі жасыратын еш нәрсесі жоқ. Мәселен, журналистика факультетіне оқуға түскен кезде шығармашылық конкурс деген бар, жыл сайын қабылдаймыз. Сонда мен соңғы 2 жылда сол конкурста болдым, комиссия мүшесі ретінде. Жанып тұрған, егер 60 талапкер келді дейтін болсақ, шыны керек, жанып тұрған журналист боламын деп тұрған, соның ішінен 20% болуы мүмкін, 100% емес. Себебі неде? Әрине, біз айтпаймыз, журналистика керемет қазір танымал, немесе осы жаңадай керемет сұранысқа ие болып тұрған деп. Себебі, мысалға, егер шетелдік тәжірибені қарайтын болсақ, журналистикадан көріп, пиарға көп назар аударады қазір. Себебі, журналистикада білім жаңағы ақша көп емес, пиарда көбірек дейді. Және журналистикадағы қауіп өте көп дейді. Сондықтан да журналистикаға кім келу керек дегенде, әрине журналистикаға негізінен шын мәнінде ертең мен ақпаратпен жұмыс істей аламын, ақпаратты халыққа жеткізе аламын деген қандай да бір өзінің ішкі жаңағыдай дайындығы бар жас келу керек. Осы тұрғыда айта кететініміз, бұл тек қана журналистика қатысты емес, жалпы білім беруге қатысты. Бізде өкінішке қарай, мектептегі білім беру мен жоғарғы білім берудің ортасында көпір жоқ. Яғни мен мысалға балам егер мектепте оқып жүріп ентадан дұрыс төмен бала алмай қалса, жаңа барлығын қараймын да, ойымда да гранты азырақ екен, осыған бара сал деймін. Яғни бұл барлығымызда кездесетін дүние. Ал егер жаңағы осыдағы шығатын қорытынды бір жаңа журналист болу үшін, мысалға сіз білесіз ғана Жолдасбек Дуанағи марқұм кезіндегі сол кісі тапсырған кезде дейді, бізге жаңа ағайлардың айтқаны, енді мен өзім көрген жоқ, мынандай папкамен келген дейді, жаңағы комиссия көріп үлгермеген ол кісіні оқуға қабылдау кезінде. Себебі сондай дайындық болу керек. Бірақ өкінішке қарай мұндай аз. Сондықтан да мәселен тағы да шетелдік тәжірибеде мысалға мынандай дүниені көрдім. Мысалға жаңа егер мектеп оқушысының өзінің бір қандай да бір бейімі болса, мен мысалы болашақта журналист боламын, немесе химик боламын десе, оларды сол сала бойынша шақырымдап дайындай береді екен. Мысалы Америкадағы біз мысалға Агая университетінде бір осы ақш елшілігінің бағдарламасы болған кезде, сонда былай деп айтқан еді, кешіріңіз, тез айтасыз, сонда екі кішкентай бала бізге келіп сабаққа қатысады, үлкен профессордың дата журналистика бойынша. Сенесіз бе? Сонда біз ойлаймыз, 6-7 сыныптың оқушысы неге келді десе, оның болашақта таңдайтын мамандық осыған қатысты, және ол одаренный дейді.
тамаша талантты бала. Осын ары қарай жаңағы профессордың нұсқаулығымен өзінің жеке сыныбы ретінде сабағын өтеді, содан ары қарай болашақта осыған түседі дейді. Тамаша. Қарлыға ханым, керемет. Не жерге сізге де рахмет айтсын депті. Сізге де рахмет айтылады жеке. Негізгі көріп отырсыздар, қазір өз әлем сондай бір қорқынышты әрі орысша айтқанда привлекательный, бір беті күйіп қалған бір сұлу қыз болды, сол секілді да бір әлемше бір непонятно, әрі страшный, әрі қызық деген секілді. Осындай заманда жалпы сіздерге қазір ортақ қойылатын сұрақтың бірі қандай? Не жерде міне негізгі сіздердің сөздеріңіз осы аудиторияға өзі келетін адам осы. Ары кетсе лайв трансляция отырған шығар, может кейін бір Google'дан 10 жылдан кейін біреу қарайтын шығар, бір көзі қарайған біреу. Негізгі аудитория осы жер, среднестатистический осы жерде журналистер, блогерлер, журфактың бір студенттері, бір осы жерде отырған аудитория. Алдағы 5 жылда сұранысқа ие болу үшін қандай контент өндіру керек? Бұл сұрақ жалпы сіздерге, жалпы барлықтарыңызға. Қазір бір ауыздан жауап берсеңіздер болады, бөлек-бөлек кімде жауап бар мүмкін. Қандай контент өндірген дұрыс? Мысалы, Руперт Мердок деген Қыртынбайдың сөзі бар ғой жаңағы. Журналистика өзі 3 тректен тұрады: ақпараттандыру, жаңағы entertainment, яғни қызықтандыру және ағарту, просвещение. Осы 3 бағыттың ішінде мына отырған журналистер келешек Алишер Елікбаев болу үшін, жарайды, ақшамен қызықтырайықшы, әр посты 2,5 миллион теңге болу үшін қандай контентке бару керек? Айта бермеші сен. Айта бермеші, жаңа жылдан 3 миллион болады. Все. Ана, аукцион секілді ма? Все, 3 миллион сатылды. Қандай контент өндіру керек және қандай қабілеттер керек? Мен тезірек айтып жіберейін, өзім осы журналистика факультетінің 2001 жылы бітіргем. Айтқым келгені, осы сол кезде мен 97-де түскенде сол жақта журналистика сол факультетте берген білім актуалды болған жоқ. Басынан бастайық. Ол кезде біз бобиналар бар ғой, жастар білмейді оны. Осы бобинаны отырып, клейге отырғызып, ол кезде ешкім бобинамен дауысты жазбаған. Онда диктофон болған уже. Диктофонмен пресс-конференцияға барып, бәрі жазып алған. Сондықтан сол 97-де көбі беретін нәрселер ескертіп кеткен, сол жақта ескертіп кеткен. Қазір қарағасыжандар осы білімнің скорості, жылдамдығы өте тез. Сен қалай соған үлгере алмайсың. Сондықтан менің ойымша қазір журналистика факультеті ақырындап soft skills-қа көшу керек. Сондықтан былай қарасан, Алматыда бізде бар школа бар, дикция школа. Өте көп кісілер барады. Ол дикция бәрібірді саған керек болады. Ол дикция үшін сен 4 жыл факультетте отырмайсың ғой енді. Сосын айтып кеткендей ақпаратты қалай беру керек. Сосын классикалық жанр, вступление, основная часть, апогей, заключение. Соны үйретіп, тезірек ақырындап жіберу керек. 4 жыл, 5 жыл, 7 жыл магистратурада қазір журналистикаға отырғызу қажеті жоқ. Сен қазіргі... Сіз маған қарап айтып отырсыз, негізі ана жаққа қарап айтқан дұрыс. Мен микрофонна жақта қойын. Сондықтан мына жаққа айтып отырмын. Мен вообще программистім деп. Сондықтан кішкенеден кейін осы қандай нәрсе 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін керек болады, соны ақырындап осындай софт, қазақша қалай айтады софт скиллс? Софт, жұмсақ қабілеттер дейміз, енді тікелей аудармасы қиын. Соны беру керек. Сондықтан қажеті жоқ 7 жыл факультетке барып жүруге. Тамаша. Негізі бізде сценарий бойынша дәстүрлі медианың қайтыс болған құрметіне 1 минут үнсіздік жарлау керек болған. Ойнап айтам, ондай жоқ. Әрине, келіспейсіздер ғой, дәстүрлі қазақ медиасы өлген жоқ. Дәстүрлі деген білесіздер ғой, қазір жаңа жынысын өзгерткен адам секілді түсініспей кетті ғой, дәстүрлі, дәстүрсіз. Дәстүрлі дегеніміз газет, телевидение, сол баяғы радио, баяғы деп сөйлейтін болдық енді. Сіздер не қосасыздар, Бағдат мырза, как футуролог? Мен айтайын дегенім осы профессионалды, салалық журналистика жетіспейді деп ойлаймын мен. Өйткені кез бір келген сұрақ бойынша жаңағы
салалық бір журналист болса, мысалы мұнай мен газ сфераларын толыққанды білетін, профессионалды түрде зерттей алатын және сол журналистиканы қосып, блогингті қосып, сол түрде жаңа бір түрде ақпарат беру сол жетіспейтін сияқты мен ойымша. Өйткені сіз жаңа айтып кеттіңіз, өзіңіз программистсіз, сол жаңа программистік енді мынау бастамаңыз бар. Сон енді журналистиканы қосса, сол профессионалды IT-журналист, IT-профессионалдың журналистиканы басқара аласыз, мен ойымша. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы осы бағыттар, әр бағытта, әрбір ниша ғой, енді әрбір бағытта нарық бар. Сол нарықтың ішінде жалпы профессионалды түрде соған терең батып, сол жақта жақсы бір профессионалды сұрақ қоятын, сондай блогерлер, профессионалды журналистер жетіспейтін сияқты, сол жақтан контент дамытып, сол жақтан контентті көбірек болса екен деген бір үміттемін. Тамаша. Рауан мырза или Қарлыға ханым? Қарлыға ханым просто сөз беруге. Жаңа контенттің үш түрлі міндетін айттыңыз ғой, соның ішінде ағартушылық дедік. Осының ішіндегі ағартушылық бір жағынан өте қиын жету, өйткені ағарту және білім алу ол көңіл көтеру емес. Entertainment бар, education бар. Осы екеуін біріктіріп, edutainment деп шығарып жатырмыз. Ондағы ойымыз, бала қайтсек, біз қандай мазмұн жасау арқылы балаға ойнай отырып білім алуға жағдай жасаймыз. Осы үлкен сұрақ, әсіресе біз үшін, жалпы дамушы елдер үшін үлкен мәселе. Біз емес, әлемдік банктың есебі бойынша Қазақстандағы оқушылардың 1%-нан ғана шын мәнінде сапалы деп атауға болатын білім алуға мүмкіндігі бар, 1%. Яғни біздің міндетіміз, ағартушылық бағыттағы мазмұн сервис жасаушылардың міндеті, осы 1% балалар алып отырған білімді, олардың қол жетіп отырған педагогикалық практиканы қалған 99%-ға қалай ашып береміз. Тура осы мәселе Қазақстан секілді бүкіл дамушы елдерге ортақ үлкен проблема. Рахмет. Тамаша, олай болса сұрақ жауап. Мен қосып кетейін, жалпы академиялық ортаға қатысты контент дегенде, қазақ тілді академиялық кітаптар немесе сондай мазмұндағы материалдар көп керек. Мысалға, аударма бюросын жасаған 100 кітап бағдарламасы бойынша, журналистика бойынша 3 үлкен жақсы кітап бар. Соны біздің студенттер пайдаланады. Осыдан шығар кезде студенттерден сіздерде қандай кемшілік бар осы журналистика білім беруде деген сұрағанында, солардың айтқан, апай, бірінші әрине бізде тәжірибе аз, екінші бұл қазақ тілді контент аз деп. Өздеріңіз білесіздер, ғылым мен білім тілі ретінде ағылшын тілі дамып кетті. Сондықтан да бізге осы қазақ тілді академиялық ортаға арналған контент жасау керек деп ойлаймын. Тамаша, бізде сұрақ жауап бөлімі. Қол көтерсеңіздер, Салтанат ханым көтеріп отыр, просто алдын қатар. Микрофон қалай болады? Алып келе жатыр қазір. Өте қысқа, мақтанбақ қояқ, немақ қояқ, жетістігіміз айтпақ қояқ. Салтанат Әскербекқызы, пиар маманы, әрине бірінші мамандығым тележурналист, мен Файзолла Оразаевты бітіргенмін. Тележурналистика бойынша медиа-тренер, қазір бизнес-тренер, BCPD-IFC, медиа-сауаттылық, Интерньюс, тоже медиа-тренер. Мен сізге сұрағым, мен түсінбедім. Бүгінгі таңда заманауи, бүгінгі 21 ғасырдың біз навык дейміз, 4К, 4К, коммуникация, коллаборация, креативное мышление және креатив. Бүгінгі таңда журналистикада, енді мен 98 жыл бітірген журналистикада, осылардың бірі бар ма, болмаса не өзгерді? Современный метод бойынша шетелді қоя берейік бізде. Тоже өте қысқа жауап берсеңіз, Қарлыға ханым. Жалпы журналистикада өзгеріс көп деп ойлаймын. Ол әсіресе жаңағы оқу бағдарламаларының өзгеруі. Жаңа сіз айтып отырған креативті индустрия деген оқу бағдарламасы қосылды. Дата журналистика оқу бағдарламасы ретінде қосылды. Және магистратура мен докторантураға зерттеу журналистикасына көбірек назар аударылды. Арамызда Бағдат Мусин мырза әлде Ақордаға президент шақырды, әлде үйіне әйел шақырды, ошым ортамыздан кетіп қалды. Есіктен егер қатты жүгіретін болсаңыздар, қатты жүгіре алатындарыңыз соңынан жүгірсеңіздер болады. Мен ойымша Бағдат Мусин мырза кеткен деген сұрақтар 80%-қа азайды деп ойлаймын. Наконец-то. Екінші сұрақтар Әлішер мырзаға, Қарлыға ханымға және Рауан Кенжеханұлына. Так, қол көтерген кім? Бүкіл сұрақтар Мусинге дайындап қойсыз ба? Сіздерге вообще басқа тема қызмет сөз, Зберден басқа. Так, Ахан, сіз, Марлан, Ахан. Осылай әр адам атын білетін болсаңыз шіркін. Марлан, Ахан, давайте. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін кезет және Қадам Азия
сайттардың жоба жетекшісі Марғұлан Ахан. Барлықтарыңызға ортақ сұрақ. Қазір білесіздер, енді дәстүр журналистика деп айтып жатырмыз, оның ішінде дәстүр журналистикада радио, телевидениеден бөлек лонгрид материалдардың жазылуы, яғни зерттеу, көлемді материалдың жазылуы және оның оқылуы деген секілді мәселелер бар. Бірақ бізге дамыған заман, яғни әлеуметтік желілер, TikTok, Instagram'да алайық, клиптік ойлау деген дүниені қалыптастырып берді. Яғни шорт-лист немесе шорт видеоларды, тіпті біз қазір YouTube-тағы айналдырған, мысалы Әлішер Шелікбаевтың Ақорда туралы түсірген фильмін Ақорданы көру үшін ғана көргеніміз болмаса, егер басқа бір жағдайда болғанымыз біз көрмейтін едік, себебі біз 20 минут немесе 30 минутты көргіш шыдамаймыз. Себебі біз 15 секунд, 30 секундқа үйрендік. Енді сұрақ, енді журналистикадағы ең керек деген ақпараттарды, деректерді, жалпы түсініктерді, ақпарат, екі нәрсені, ақпарат мен деректі дәл осылай қысқа форматта маманға, болашақ маманға үйретуге болатын бір тәсілді ойлап табуға бола ма? Немесе бізде оны қалай енгізуге болады? Мысалға енді қазір Өркен аға білесіз, пост жазу 2200 символдан аспайды. 2200 символмен ақпарат берсеңіз бермесеңіз карусельге саласыз, немесе сториске толтырып нүкте болғанша не түсіресіз. Бірақ оны біреу көреді, біреу көрмейді. Осының бір жолын табуға болатын бір әрекет жасалып жатыр ма деген нәрсе бізде. Түсіндім. То есть Қазақстанда ақпарат пен деректі өте қысқа жеткізу, видео формат, текст формат, соны үйретуге бола ма? Қалай сақпады? Формат қалыптасты ма соны? Бір дайын шаблон дейміз ба, қалай сақпады? Әлішер мырза? Менде жауап бар, бірақ орыс тілінде жауап бере аламын. Сөз жетпей қалады қазір менде қайтадан. На самом деле эта проблема существовала и в 2000-е годы, да, то есть я пришел работать в газету «Экспресс-К», и проблема была в том, что люди писали очень много и длинные статьи, потому что гонорар зависел от количества знаков, которые они печатали. И я никогда не умел писать лонгриды. Я умел просто сходил на мероприятие, узнал, что там произошло, и рассказать. И у меня всегда были очень маленькие гонорары. Этим компенсируются мои цены на рекламу. Вот. И как бы я тогда уже не понимал, зачем писать так длинно, если ты все можешь донести коротко. Почему «Война и мир» такая толстая и большая книга? Ну, потому что не было у них Ютуба. Ну, не было у Толстого Инстаграма, ТикТока. Мне очень сложно сейчас переформатироваться, чтобы в 8 секунд ТикТока выложить свою мысль. Но поколение же умудряется какие-то мудрые философские мысли в 8 секунд запихать, да? То есть какой-то целый сюжет запихать в 8 секунд. Безусловно, этому надо учиться, но проблема возникает другая, вот о которой Өркен Мырза уже говорил, о том, что клиповое сознание мы не успеваем ни сопереживать никому, ни радоваться за кого-то за эти 8 секунд, да, потому что наступает уже следующий Вайн, наступает следующий ТикТок. И это большая-большая проблема, потому что мы даже не успеваем сопереживать своим близким. Вот там, условно говоря, там ваша лента в Фейсбуке, не знаю, как у вас, у меня точно, это каждый день кто-то умирает от коронавируса, да, и мы даже забываем сейчас, иногда бывает такое, жив человек или мертв, пишет за него близкий, который говорит о том, что прощание с этим человеком будет там-то и там-то, или сам человек пишет. Да, то есть во что это выльется, мы, к сожалению, не знаем. Но эта проблема, она есть. Учить коротко о чем-то говорить нужно, потому что у нас очень многие растекаются мыслью по древу, как я сейчас, например, да, и не знаю, как закончить свою мысль, но учиться в короткий формат выжимать все, что нужно сказать, это надо действительно очень быстро научить этому, но это возможно, это несложно. Мен қоса кетсем, баяғыда Twitter деген болды. Мен соны айтым, средства самовоспитания. Өйткені қазақ, кез келген қазақ, әу демейтін қазақ жоқ деген секілді көпіртіп жаза аламыз, көпіртіп осы секілді мен секілді сөйлей аламыз. Бірақ Twitter'да білесіз, 140 символ болды ғой. То есть айтар ойында Twitter сіз, яғни өз-өзінде тәрбиелеу құралы деп мен шыны керек бір 3 жылыма шықпадым. Кейін Facebook үйрене алмай қалдым. Өз бір форматқа үйренсең, келесі формат қиын болып қалады. Қазір мысалы мен қарадым, өткенде Алматы зоопаркінде болып бір видео репортаж жасадым. Бірде бір фото түсірмеп, бұрын мысалы тек фото түсіреді, видео түсірмейді. Қазір тек видеоға ауыстым да, бірде бір фото жоқ. Қазір мысалы соңғы пост жазған, мүмкін нормальный пост жазған 3 ай шығар. 3 айда бір пост жазған шығар. Көріп отырсыздар ма? Яғни қандай форматқа икемделеміз, және ол формат өтімді болса, мен ойымша одан бір ұялудың немесе одан бір
мен бұрын ой текстті күш жазамын, видео түсіремаймын деп айтудың қажет жоқ секілді. Яғни бейімделу керек. Егер бейімделесің, анау сөз бар ғой, ағылшындарда қандай еді? Бейімделе алмасаң өле қал деген. Иә? Осы мағынада. Стив Джобс айтқан ба? Үшін бір ақылды біреу айтқан. Сіз не айтасыз, Рауан мырза? Біз бұның екінші жағында жүрген адамдармыз ғой, журналист емеспіз, біз білім беру саласындамыз. Біздің міндетіміз, менің ойымша, керісінше жас мамандарды, оқушыларды үлкен тексттермен дұрыс жұмыс істей алуға үйрету, оларды дұрыс қабылдай білу. Біздің міндетіміз үлкен шығармалардың ішінде қазіргі өмірге қажетті дағдылары қайда? Мәселен, роман оқыды. Бұл романның мәні не? Әділеттілік па? Махаббат па? Мейірімділік па? Достық па? Соны ішінен іздеп тауып, ертеңгі өмірде ол қысқа басқа мәтін жазатын болса да, ең қажеттісін, нәрін, сөлін, тұзын дұрыс тауып, орнына қойып, дұрыс жеткізе білуге үйрету. Бірақ толықтай жаңағы Әлішер айтпақшы эмоцияны тәрбиелеу үшін қалай болғанда да үлкен мәтіндер қажет. Толықтай ішіне эмоционалды интеллектін қалыптастыру үшін. Онсыз болмайды. Қалыптасып болғаннан кейін, мамандыққа, кәсіпке келгеннен кейін, әрине бейімделіп, қысқа мәтіндер берер, басқаша берер, бірақ қалыптасу кезінде, білім алу кезінде, толысу кезінде үлкен-үлкен дүниелер өте маңызды. Осы жерде қоса кететінім, шын мәнінде Рауан мырзаның пікіріне қосылам, бірақ мына нәрсені ескеру керек сияқты, мынау AP стайл деген Associated Press-тің өзінің стилі бар, немесе Рейтердің өзінің стилі бар деген секілді. Негізінде бізде бұқаралық ақпарат құралдар, егер интернеттің тілін дейтін болатын болса, қазақ тілінде контент десек, жалпы қазақ тілін пайдаланудың жаңа белгілі бір стандартын жасап қою керек деп ойлаймын. Себебі қазір өкінішке қарай сіздер қазақ тіліндегі келді, кетті дегендің өзін дұрыс осы шақпен жедел өткен шақтың немесе жаңағы әрбір грамматикалық қателіктерді күнделікті көріп жатырмыз. Сондықтан да осындай бір стиль керек деп ойлаймын. Тамаша. Егер сұрақтар сіз осы соңғы сұрақ болсын, өйткені біз 1 сағаттан аса уақытты өлтіріп жатыр екенбіз. Аты жөніңіз? Келсілді. Сұрағымында сапалы контентті ұсынудың қазір бір тартымды заманауи озық технологияның жолын бірі диджитал магазин ғой, ұялы қосымша арқылы журнал оқу. Ұялы қосымшадан, смартфон, айфон деген сияқты сондай гаджеттерден. Бірақ бізде Қазақстанда өзім көзім көріп жүр, ондай креатив журналистер бар, соны білетін тақырыпты, сосын жасайтын IT мамандар бар. Бірақ олар жасап неткенмен мемлекеттік қолдауға, бір мемлекеттік ақпарат саясатқа кіріп, соны жүргізіп ықпалдасайын десе мемлекетпен. Бірақ бақ туралы заңда сол нәрсе жоқ екен, тіркейтін. Енді бұл ақпарат министрлігіне қатысты шығар. Енді болашақ туралы айтып отыр ғой. Енді басқа ағылшын тілінде коммерцияны жүргізе береді ғой. Бірақ енді сайт болсын, басқа гаджет журналдар болсын. Сұрағыңыз нақтылаңызшы, сіз не қып кеттіңіз? Диджитал журнал. Цифрлық журнал, ұялы қосымшада оқимыз ғой. Мысалы, Нью-Йорк Таймсты оқимыз. Қолайлы, ол жақта заңымен, ол бақ туралы заңда ол бар, ол тіркеледі. Енді соны жасаған адам бір мемлекеттік қолдауға ие болып, соған бір қатысайын десе, ол жақ түк істей алмайды, өйткені ол заңдық тетігі жоқ ол жер. Түсіндік. Осын бір, көріңіздер, бізде соны жасау жағынан технология, маман, журналистер жағынан бар кадрлар, бірақ мемлекет жағынан ол сол тетік реттелмей тұр деген сияқты. Енді бұл болашақта бұл келеді ғой бізге. Түсіндім. Сұрақ па, ол сонымен пікір ма? Өзіңіз ұмыт қалдыңыз? Кіремес, бұл сұрақ, бұл мәселе. Бұл сұрақ емес, бұл мәселе, бұл ұсыныс. Біз үшін футуристік, бірақ ол дамыған елдерде ол қазір өмір мысалы. Ой, дамыған елдерде не бір нәрсе бар ғой, бізде әлі жоқ, айта берсек. Мен жауап беріп көрейінші. Мен жауап беріп көрейінші. Менің ойымша, біз талқылап отырған сала, ол мемлекетке тәуелді емес, және мемлекетке қарамауы тиіс. Керісінше мемлекет ілесіп отыр. Әлемде де солай. Жаңалықтардың барлығын заңдастыруға мәжбүр болады. Мысалы, біз жүрген қаштан оқыту деген ұғым заңда жоқ. Қазір заңға салса, біз заңға қайшы нәрсе жасап жатырмыз. Бірақ өмір соған мәжбүрледі. Пандемия кезінде 3,5 миллион баланы онлайнға ауыстырдық. Заңда болмаса да. Тура сол секілді технологияларда келіп жатыр. Егер біз мемлекетке қарап отыратын болсақ, ол оны бекітіп заңдастырғанша технологияның заманы өтіп кетеді.
Сондықтан керісінше менің ойымша шында да тартымды қазіргі уақытта өзектілігі жоғары дүние жасаймыз десек, керісінше заңда жоқ нәрсені жасау керек. Рахмет. Что не запрещено, то и разрешено дейма орыстарда. Яғни тыйым салынбаса істей бер. Мысалы бізде екінші айлауға тыйым салмауға демек, что-то онша аса емес салыстыру, білем, бірақ сол секілді. Яғни тыйым салынбаса істей бер деген секілді. Негізгі сессия бір нәрсе есіме түсіп кетті. Баяғыда бір кісі қарыз алған екен. Содан қарыз алған кісі былай айтыпты да, қашан қайтарасың десе, келесі жұма деп қайтарған, келесі жұма деп айтқан, осы жұма деген секілді. Сосын кездессе тағы да келесі жұма деп айтқан, тағы кездессе тағы да келесі жұма қайтарамын. Содан ана кісі шаршап кеткенде, қарыз берген кісі ана қарызқор адамның үйін іздеп барған, сөйтсе әлгі кісі жоқ екен, үйінде баласы бар екен. Содан кейін баласы былай айтқан екен де, менің әкем алма ағашын екті, бір алма ағашын. Ол 10 жыл өседі. 10 жылдан кейін алғашқы 5 жылында біз сізден бұрын қарыз алған адамдардың қарызын қайтаратын боламыз. Сіздің қарызды бұйырса, сол алма ағашынан түскен жемістерді сатқанын бір 15-20 жылдардан бастап қайтаратын боламыз деген ғой енді. Содан ана кісі кетіп қалды, оған да сеніп. Әкесі келеді жаңағы қарызқор әке. Сол кезде баласы айтып еді, папа, сізген енді қарызқор келмейтін болды, 20 жылдан келетін болды, қарыз беретін уақытын ұзарттым десе жаңағы кісі айтады дейді. Айналайын-ау, 20 жыл деген әнеміне деген келіп қалады ғой. Одан гөрі келесі жұмада айтпады ма, келесі жұма деп. Сол секілді 30 жылда әнемде дегенше кеп қалады, келесі жылда әнемде дегенше кеп қалады, келесі жұма дейікші, осы жұма енді. Келесі жылдың жұмасы 2022-ден. Пандемия бітер, бірақ ең маңызды менің енді спикер, полу, модератор түсініксіз болып кетті ғой. Айтарым, бұл заманда өткенде Саясат Нұрбек ағамыз айтатын adaptability quotient дейді, яғни заманға бейімделе алу қабілеті ең маңызды рөлге шығып кетті. IQ емес, SQ емес, AQ емес, яғни эмоционалды интеллект емес, интеллектуалдық интеллект емес, білмеймін жағы. Рухани интеллект емес, яғни кез келген жағдайға бейімделу. Әсіресе ол журналистерде болу керек, блогерлерде. Өйткені көріп отырсыздар, ақпарат өте көп, оның ішінен талдай алу керек. Бірақ менің бір айтатын өтінішім, бағана бір журналистердің арасында әңгіме болып жатыр екен, біраз журналистер маған өкпелді секілді, өйткені өткенде Нұрмаханның админ анонында Қуаныш Шонбаймен бір мысал айтқанбыз. Қазіргі журналистер 70-80 жылдары бізге танылған ұлттың ұстазымыз, біз ұлттың элитасымыз, біз жұртқа мораль айтуымыз керек. Өзіміз де сондай болғанбыз, мойындаймын. Я мен осы миссиядан мойнынан тастағаныма бір жыл болған шығар. Сол миссиядан айырылып, және 4-ші биліктің өкілі деген бір өтірік шыны керек қойын, Қазақстанда жоқ қондай нәрсе. Америкада бар шығар, болдық. 4-ші биліктің өкіліміз деген жалған бір мифтерден арылып, шын мәнінде осы журналистикаға қалтқысыз қызмет етем. Халық пен биліктің арасы, білмеймін ғой енді, қоғам мен қоғамның қатпарларының арасында алтын көпір болам деген ниет болса, журналистикада адал қызмет етуге болады. Қалған жағдайда қалған бәрі бекер деп ойлаймын. Мысалы, мен журналистикадан кеттім, 12 мамыр хабар, ендігәрі оралам деген білмеймін. Ойым жоқ пока. Сондықтан да мына көріп отырсыздар, қазақ тілінде онлайн контент жасаушылар, яғни контент. Сіз онлайн болсаңыз да, офлайн болсаңыз да, хабарда болсаңыз да, 31-де болсаңыз да, бастысы контент өндірсеңіздер. Даже мен мына Инстаграмда көрсеңіздер, профилімдағы нені өзіне өзгертіп тастадым. Менің жалпы мамандығым кім қазір? Кімім мен вообще? Өркенген жегі контент креатор. Контент жасаушы. Стористе контент жасайын ба, TikTokқа барам ба ертең, пост жазам ба, бәрі контент. Netflix'in өзі контент. Сондықтан да осы контент жолындағы бәсекеміз адал, әділ болсын, және соған байланысты нәпақаларыңыз да, абыройларыңыз да бәрі арта берсін. Бізде қазір Ербол айтпайтын болды. Мен оқып қойыппын ғой. Ербол Азанбек сөйлеу керек еді. Қазір кофе брейк, 20 минут, содан кейін келесі сессия ағылшын тілінде, сол үшін андай түсінбейтін болсаңыздар, наушник киіп алыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет, аман сау болыңыздар, спикерлерге де үлкен рахмет.